8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында сұлулықты аяла атты шара ұйымдастырылды. Мүмкіндігі шектеулі қыз-келіншектерді бояндырып, олар үшін тегін фотосессия жасалды. Аталмыш шараның мақсаты қандай? Толығырақ сюжеттен көрейік. Қайырымдылықтың шегі жоқ. Ол тек ақшалай көмек көрсету емес. Бұған 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында ұйымдастырылған сұлулықты аяла шарасы дәлел. Себебі ұйымдастырушылар мүмкіндігі шектеулі қыз-келіншектерді бояндырып, олар үшін тегін фотосессия жасауды жөн көрген. Менің класстас қызым бар, Гүлсім деген. Ылғи телефон жүйесінде сол қызымен араласып отырам. Маған әдемі сұлу қыздардың, осында ерекше қыздардың суреттерін жіберіп отырады. Сонда бір жақсы ой келді. Осы қыздарға фотосессия жасасам қалай болады деп. Негізі бүгін түсті сәті. Қайырымдылық арқылы біздің қыз-келіншектерге қуаныш сыйлау, бақыт сыйлау, олардың әдемілігін көрсете білу, өзіне деген сенімін арттыру. Шараға келген қыз-келіншектер тек суретке түсіп қана қоймай, жайылған ақ дастарханнан дәм татып, ұйымдастырушыларға алғыс білдірді. Қыздарды әрлеуге келген визажист қыздарда егіске бастамашы болғандарына қуанышты. Бұндай шараға мен бірінші рет қатысуым. Жалпы егер болатын болса, мен қуана қатысамын. Және де бүгінгі қыз-келіншектерді әрлендірді. Біз соған өте қуаныштымыз. Олардың қуанғанын көріп, бізде өзіміз бір марқайып қалдық. Әйел азаматшасына сұлу болу, өзі күтіну олар қашан керек. Сондықтан өзім сияқты жандарға біздің мүмкіндігі шектеулі болғанмен, басқа салада біздің мүмкіндігіміз шектеусіз. Сондықтан біз қай шара болса да келуге әрқашан дайынбыз. Осы шараны ұйымдастырып отқан кісілерге көптен көп рахмет айтқым келеді. Әйел әлемнің 8-ші кереметі, ұрпақ тәрбиесінің бастауы. Оларға қандай жақсылық жасасақ та жарасады. Ал мереке қарсаңындағы осы бір игі шарада нәзік жандарға деген ерекше құрметтен туса керек.